Сапарғали Бекалиннің бала шоқан шығармасы. Үшінші мысық. Қос құймалы атанған Құсмұрын адырының солтүстігіндегі төре ауылының күзеу-күздігі күзгі малға шөбі шүйген құйқалы қонысы. Bir жағы Құсмұрын саласына жалғасатын бетегелі кен тепсен. Екінші жағы жағалай көктаулары қара отты ашыла ой. Төре ауылының бұл күзегін ұшқан құс, жүгірген аң болмаса, салтатты кісі баспайды. Қыста қылаң елсіз болып қар басса, жазда жалғыз үй күзетші отырады. Осы күзетшінің қара лашығы қос қималының ық жағында қалың ши арасында қарақшы болып шоқияды да тұрады. Сол қара лашықтан шыққан арықтау шегір көз баланың екі түрлі ғана ермегі бар. Бірі екі сиырдың бұзауын бағып, енесіне жамыратпай жаю, мезгілінде суару. Шыңғыс Құсмұрын еліне аға сұлтан болып тағайындалғасын, осы күзекке екі бөлмелі кеңсе үйі салынған. Оның жазғы қысқы күзетшісі, сары баланың әке-шешесі. Төре ауылы күзекке келгенде сары бала ондай қуанды. Ал жазда сарыға жалғыз ойнағандағы ойына кетпейтін бір досы бар. Ол төре баласы Шоқан. Сол сағына күткен досы жолбарыстай шұбар құнанын елеңдете аяндатып жетіп келеді. Әдегенде тосырқап қалған сары бала балшықтан жасаған ойыншықтарын жия қойып, орнынан ербейіп тұра келді. Ей мысық, амансың ба? Мына ойыншықты кім істеді? Деп Шоқан сары балаға жылы амандасып, күлімдеп қарады. Өзімдікі, өзім істедім, деп танауын бір тартып, кішкене көкшіл көзі шегірейіп, мысық ойыншықтарын бауырына қарай икемдей берді. Сен немене, мені жатырқап қалғансың ба? Деді Шоқан, мысықты өзіне тарта сөйлеп. Әкең қайда? Әкем үлкен төренің ауылына кеткен. Сен мына ойыншықтарыңды маған бересің бе? Жоқ, бермеймін. Кешегі балада сен алып қашасын деп, ойыншықтарын шолақ притон көйлегінің етегіне сала бастады. Қорықпа, мен тимеймін. Кәне, көрсетші, өзің ұстасын ғой, ақысына не аласың? Маған ана балшық атымды берші, деп Шоқан зорлық емес ықтиярмен алмақ болды. Не бересің? Бауырсақ бересің бе, қант бересің бе? Деп мысық икемге келе бастады. Берем, сен маған ойыншығымды бер. Біздің үйге жүр, апамның көп қант бауырсақ ап берем, деп Шоқан сендіре сөйледі. Бармаймын. Қорқам, сіздің ауылдың балалары тентек, иті қабаған, мені итке талатады деп, мысық бұрынғы көрген зорлықтарын айтып жолағысы келмеді. Жоқ, мен тигізбеймін, өзім ертіп барам. Апан ұрсады, қорқам, деп түйеғып жасаған бір ойыншығын етегінен алып Шоқанға берді. Кәдуілгі түйе, ой, өзің қандай шеберсің, жүр менімен. Алама ұрыстырмаймын. Шоқан осы сөзді айтқанда мысық құнанына мінгестір, барайын, деп өз қолқасында айтты. Кел мін, деп Шоқан құнанына мініп, үзеңгісін босатты. Ойыншықтарын бір шидің түбіне тасалай тастап берді. Шоқанның құнанына жармасып міне бергенде, құнан мөңкіп кеп қалды. Мінгесіп орнықпаған мысық жерге топ ете түсті. Құнан атып кеп кетті. Алғашқы мөңкідегі артқы озап қопандап қалған Шоқан. Кейінгі үріккенде бір жағына қисайып, тек ерінің қасынан ұстап аз ғана түспей қалды. Шоқан құнанын тоқтатып қайта бұрылып келгенде, мысық кейін шегініп. Мінбеймін, құнанның мінезі бар, тулайды, деп ойыншығынан қарай жөнелді. Шоқан құнанынан түсіп, мысықтың қасына келіп. Немене, бір жерін ауырып қалды ма? Деп жаны ашу сұрады. Жоқ, ауырған жерім жоқ, бірақ жығылғанда жаман қорықтым. Сен де жығылады екен деп ойлап ем, атқа мықты екенсің, жығылмадың. Мен бұдан асау күнінде де бұл құнаннан жығылғаным жоқ, деп Шоқан мақтанып қойды. Сен екеуміз жаяу барайық, жүр, деп құнаннан жетектеп ауылға қарай жүрді. Бұрынғыдай емес, мысық тартынбай еріп келеді. Шоқандар үйіне таянғанда алдарынан Жақып жүгіре шықты. Кесек денелі Жақып келе Шоқанға. Мынау мысық па? Қайдан тауып алдың деп шайпау мінезбен мысықты бір нұқып қалды.
ой жынды. Әрі кет. Мұнда нем бар? Деп Шоқан тұра ұмтылып еді, қашып үйге кіріп кетті. Ерке сотқар Жақыптың ұрыншақ мінезінен қаймығып, мысық кейін шегініп, орынсыз тиген қолға қорланып жылап та жіберді. Мысық, неге жылайсың? Шоқан қасына келді. Інісінің ешбір кінәсіз ұрып кеткен тентегіне ішінен ыза болып тұр. Ол мысықты қолынан тартып үйіне қарай алып жүрді. Мысықтың тартынғанына қойған жоқ. Үлкен үй, ақ үйдің есігінен Шоқан өзі кіргенде мысықты қалдырмай ерте кірді. Бұрын мұндай үйге кіріп көрмеген кішкене мысық аяғын ілгері басуға бата алмады. Босағасынан төріне дейін кілем төселген, уықтың қарына дірелте жиналған үйге мысық өзін сыйғыза алмады. Ол қайтадан атып тұрып, тура қашуға сыртта жатқан қор қаралық төбеттен қорқып босағаға жабыса қалды. Мысық, бері жүр, деп Шоқан оны қолынан тартып, зорға жоғарылды. Үлде мен бүлдеге оранған үлкен ақсары әйелдің қасында отырған әлгі тентек Жақып қолына шыбықты қамшы ұстап, әлі де мысыққа өшігіп қарап: «Ой, өзің қара, неге келдің әйда? Шық!» деп тұра жүгірді. Әлгінде ұрып кеткенін сондай ұрынсыз, бассыздық деп ойланып қалған Шоқан бұл жолы дәт қылмады. Ол қолындағы қамшымен Жақыпты жасқынтып, мысықты қорғаштай берді. «Аулақ кет, мұнда нем бар? Қорықпа, тиіспе, бұл менің жолдасым», деп апасына қарады. Балалардың қағысып қалған сәттегі істеріне салмақпен қараған сары бәйбіше Шоқанға бір, мысыққа бір қарап: «Шоқан-ау, мынауын әлгі былтырғы сары бала ма? Үсті-басы немене? Қасына жоламашы, ойнауына бір жөнді бала табылмады ма?» Сонан соң мысыққа қарап: «Ей, сен әлгі күзетшінің баласысымысың? Мұнда қайдан келдің?» деді. Мысық жерге кіріп кетердей қорықты. Шоқан ертіп келген жолдасын шешесінің қорлығына қысылып қалып: «Қорықпа», деді мысық. «Иә, мен кетем. Бағана айтқаным қайда, ұрсады, сабайды», деп. Осыны айтып, мысық артынан жылжып, есікке қарай сырғып берді. Кіріп кете жатқан Шоқанның шәкесінің тізесіне қағылып, етбетінен түсті. Байқамай қақтығысып қап, есі шығып тұрған бала ұрады деп ойлап бақырып жіберді. Шоқанның әкесінің әрі атқосшысы, әрі қаршығасы ұстаған сыдық еңкейіп үйге кіре берген. Аяғының астынан шыққан ащы дауыстан шошып, қолындағы қаршыға далпылдап кетті. Мысықтың басына құстың қанаты келіп соғылды. Құсқа жегізгелі жатыр деп түсініп, ол онан сайын бақырды. «Ой, мысық, түрегел, шошыма», деп Шоқан қасына жетіп барды. «Түге, тартшы қолыңды. Мына шіркінді қайдан келтіріп жүр? Үні не деген жаман? Әкетші әрі», деп семіз бәйбіше сырттан кірген құсшы жігітке бұйыра сөйледі. Бәйбішенің жарлығы құлағына тиілместен: «Ой, кет былай жолдан», деп сыдық аяғымен нұқып қаламын деп босағада тұрған үлкен шылапшынды қаңғыр еткізді. Шоқан онан бұрын мысықты орнынан тұрғызып алды. Шоқан қорғап тұрған соң қаршыға ұстаған жігіт қайта қол сермеген жоқ. Ол қаршығаның аяқ бауын керегеден бір іліп жіберіп, сырлы тұғырға қондырды. Тұғырға қондырғаннан кейін көк қаршыға шегір көзін төңкере шаңырақтан аспан әлеміне құмарта бір қарап, тұғырға орныға қонып бір сілкініп қойды. Бұрын мұндай құсты адам қолына ұстағанын көрмеген мысық екі көзін алмай әрі таңданып, әрі қорқып қарайды. Мысықтың бағанадан бері көзі түспеген бір нәрсе тағы шыға келді. Ол сонау балбырап отырған семіз бәйбішенің ар жағындағы үлкен биік төсектің бас жағында тұрған тарғыл арлан еді. Екі құлағының салбыраған шашағы төсіне түскен. Күміс қарғылы дайдай таза тұрып алып, алдыңғы екі аяғын көсіліп жіберіп, төсін жерге тигізе керілді. Керіліп алып, дүр етіп сілкініп қойды. Мойнындағы күміс қарғының сақиналары сылдырға тазы есікке қарай бет алды. Қанталаған үлкен көзі маған түспесе игі деп еді,
Мысық Шоқанның артына қарай ығыстай берді. «Қорықпа, тимейді», деп Шоқан мысықты өзінің қатарына қарай ығыстырды. «Әжеке, мына мысыққа бауырсақ беріңізші», деп Шоқан шешесіне өтінішті еркетілеп айтты. Ши жақта ыдыс-аяқ әзірлеп жүрген қара торы әйелге: «Әй, Қанипа, ана балаға бауырсақ әперші, отырғызып қымыз бер. Шоқанжан ертіп келіпті ғой», деп сары бәйбіше бағанағыдай емес, Шоқанның ыңғайына иіліп, жұмсақ сөйледі. Шоқаннан именіп қалған тентек Жақып әжесінің арғы жағына мысыққа жұдырығын көрсетіп кіжініп қояды. Қара торы әйелдің табаққа салып қойған бауырсағын бір-бірлеп жеп, қымызды жайлап жұтып отырған мысыққа Шоқан: «Сен немене, әлі де қорқып отырсың ба? Жеп қой, қалғаның етегіне салып ал», деп қорымалдана сөйледі. Шоқанның сөзі ширатқан мысық бұйығаланып қосылудан жадырап, қымызды жұтып салды. Аяқты жерге қойып, бауырсақты етегіне төге бүктеп алып, есікке қарайып жүрді. Есікке барып, сейіліп тұра қалды. Оның сырттағы иттерден қорқып тұрғанын сезген Шоқан қасына келіп: «Сірә қорқып тұрсын-ай, кінә, кәне, жүр», деп ертіп үйден алысқа шығарып салып: «Ертең мен барам, сонда тағы ертіп келем, маған жақсылап түйе істеп». «Жоқ, мен құс істеймін», деді мысық, кішкене шолақ мұрнын тартып. «Иә, істе, тіпті жақсы», деді Шоқан. Оның ойын құптап, мысық ауылдың солтүстігіндегі шилеуітке жете баре, артына бір қарап, қабаған иттен тентек Жақыптан құтылып, бойы кеніп, жүгіре басып үйіне. Бала Шоқан шығармасының жалғасы әлі де бар. Тыңдағаныңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Арнама жазылып қойыңыз.